Hello! Сіздермен бірге Диана, ағылшын тілі сабағы, бастапқы деңгей, 13-ші сабақ. Бүгінгі сабақ тақырыбы көмекші сөздер, яғни prepositions. Бізде қазақ тілінде ондай көмекші сөздер жоқ. Мысалы, мен жұмыстамын, мен Қазақстандамын. Біз бұл жерде тек қана Қазақстан және де жұмыс сөздеріне жұрнақ немесе жалғану арқылы біз сол жерде тұрғанымыз белгілі. Бірақ ағылшын тілінде бізге міндетті түрде көмекші сөздерді қолдану керек. Біз бүгін 3 көмекші сөзді қарастыратын боламыз. Ол at, in және де on. Және де оларда екі топқа бөлінеді. Біріншісі жермен, белгілі бір орынмен қолданылады. Мысалы, жұмыста, ауруханада, аялдамада. Ал екіншісі уақытпен, мезгілмен қолданылады. Мысалы, жазда, дүйсенбіде, ертең, сағат 8-де және тағы да басқалары. Біз бүгін осы мекен-жаймен, орынмен қолданатын көмекші сөздерді қарастыратын боламыз. Жалпы олар тек қана үшеу емес, одан да көп, бірақ осы 3 көмекші сөз жиі қолданылады және де студенттер осы көмекші сөздерді кей сәттерде шатастырады. Ал біз бүгін оларды толық қарастыратын боламыз. Ең бірінші бізде at көмекші сөзін біз белгілі бір нүктемен қолданамыз. Белгілі бір нүктеде тұрғанда. Мысалы, I am at the bus stop. Мен аялдамадамын. Яғни bus stop аялдама. I am at the traffic light. Және де біз осы at көмекші сөзін бір мейраммен, концертпен қолданамыз. Мысалы, I am at the party. Мен қазір сауық кешіндемін. Party бізде сауық кеш. I am at a concert. Мен қазір концерттемін. I am at the cinema. Мен қазір кинотеатрдамын. Сонымен қоса, at көмекші сөзін біз аэропортта тұрғанда қолданамыз. I am at the airport. Яғни ашық жерлерде. Сонымен қоса ол бір нүкте болу керек. Яғни аялдама, мен есіктің алдында тұрмын. Мысалы, I am at the door. I am at the airport. I am at the traffic light. Және тағы да басқалары. Сонымен қоса, осы at сөзі school, work, house, кешіріңіздер, school, work, home сөздермен бірге жүреді. Мысалы, I am at home. Мен үйдемін деп айтқыңыз келсе, I am in home емес, I'm at home. Бұл яғни ереже. I'm at home, I'm at school, I am at work. Мысалы, where is she? Where is Alina? Alina қайда? She is at work. Ол жұмыста. Яғни сіз бұл жерде she is in work, she is немесе тағы да басқа қолдана алмайсыз. Яғни home, work, school қатып қалған. Сіз тек қана оны at пен ғана қолданасыз. At school, at home, at work. Келесі бізде in. In яғни ішінде деген мағынаны білдіреді. Және де ол бір үлкен, кең заттармен қолданылады. Мысалы, үлкен бізде қала айтуға болады. Мысалы, ел, қала, ауыл. Мысалы, I am in Kazakhstan. Мен Қазақстандамын. Сонымен қоса, ішінде деген мағынаны білдіреді. Мысалы, where is my book? Менің кітабым қайда? Және де кейін it is in the bag. Ол сумкада. Bag яғни сумка. It is in the bag. Келесі in сонымен қоса аспанда, әлемде деген мағынада да қолданылады. Мысалы, what is the largest city in the world? Әлемдегі ең үлкен қала қандай? Ең кең қала қандай? Сіз оны комментарийға жазыңыздар. Келесі in the sky. Мысалы, аспанда. A lot of stars in the sky. Аспанда өте көп жұлдыздар. Және де осы in сөзін біз белгілі бір транспортпен қолданамыз. Яғни сіз ол транспортқа мінесіз, сонымен қоса тек қана отырасыз, яғни жүруге болмайды. Мысалы, in a car, машинада, in a taxi, таксида, және де in a helicopter. Яғни helicopter дегеніміз тік ұшақ. Сонымен қоса бұл жерде бір ережеден тыс сөз бар, яғни boat, кеме, қайық. I am in a boat. Яғни сіз қайықта жүруіңізге болады ғой, бірақ осы boat сөзі ережеден тыс болып табылады. Ал енді мен сіздерге in және де at көмекші сөздерінің ең басты айырмашылығын түсіндіріп кетейін. Мысалы, I am in hospital. Мен ауруханадамын. Бұл жерде сіз in көмекші сөзін қолдансаңыз, демек сіз ауруханада қаралып жатырсыз. Немесе жеріңіз ауырып тұр, жарақаттанғансыз, сондықтан сіз қазір ауруханада жатырсыз. Ал егер сіз I am at hospital десеңіз, сіз ауруханада жұмыс жасайсыз, немесе белгілі бір мәселемен ауруханаға соғып кеттіңіз. Сондықтан мұқият болыңыздар. I am at hospital және де I am in hospital. Сонымен қоса at school немесе in school.
I am at school десеңіз, сіз оқушысыз, яғни мектепке оқуға барасыз. I am at school. Ал егер сіз I am in school десеңіз, мысалы, сіз бір оқушының ата-анасысыз, және де бір белгілі бір сұрақпен мектепке соғып кеттіңіз. Сондықтан I am in school, және де I am at school. Сонымен қоса prison. Prison бізде түрме. I am at prison, және де I am in prison. Егер мысалы I am at prison десеңіз, сіз түрмеде жұмыс жасайсыз. Ал егер сіз I am in prison десеңіз, демек қамалған деген мағынаны білдіреді. Ал енді келесі біз on көмекші сөзін қарастырайық. Яғни ол үстінде деген мағынаны білдіреді. Мысалы, where is my book? Менің кітабым қайда? Және де the book is on the table. Кітап столдың үстінде. Сонымен қоса, мысалы, don't sit on the grass. Яғни grass бізде газон немесе шөпке отырма. Және де біз осы үстінде, сонымен қоса, мысалы, интернетте, радиода, теледидарда деген мағынаны білдіреді. Мысалы, I read news on the internet. Мен жаңалықтарды интернеттен оқимын. Сонымен қоса, now you are watching the video on YouTube. Сіз қазір видеоны ютубта қарап отырсыз. Және де YouTube, интернет, Instagram көбісі on көмекші сөзімен қолданылады. Сонымен қоса, біз жаңа транспортта inді қолданамыз дедік. Мысалы, таксиде, мысалы, неде, машинада, себебі біз тек қана отырамыз. Ал сіз транспортқа мініп, яғни сол транспортта жүре алсаңыз, онда сіз on көмекші сөзін қолданасыз. Мысалы, on a plane, ұшақта, on a bus, автобуста, on a train, поезда. Сіз поезда жүре аласыз, отыра аласыз, қозғала аласыз. Сондықтан on көмекші сөзін қолданамыз. Сонымен қоса, бірінші қабат, екінші қабат, үшінші қабат дегенде де on көмекші сөзі қолданылады. Мысалы, she lives on the first floor. Ол бірінші қабатта тұрады. Достар, сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Енді барлығын қайталап жіберейік. Енді біз at-ті ашық жерлермен қолданамыз, және белгілі бір нүкте. Мысалы, автобус аялдамасы, аэропорт, ол яғни ашық жер ғой, жабылмаған. Ал біз in-ді жабық жерлермен, және де үлкен қала, елді мекендермен қолданамыз. Мысалы, жабық жер, мысалы, үйдегі бір бөлме. Where is Alina? Alina қайда? She is in the kitchen. Ол ас үйде, немесе кухняда. Келесі бізде ең соңғысы біз on-ды өттік, яғни үстінде де мағынаны білдіреді. Сонымен қоса, біз оны белгілі бір транспортпен қолданамыз. Ал енді әдеттегідей бірге тест жұмысын орындайық. Яғни сіз ең біріншісі, олар аэропортта дейді. Біз аэропортпен қандай көмекші сөзді қолданамыз? At, дұрыс. They are at the airport. Келесі, ол жұмыста. Жұмыс бізде she is at work. Үшіншісі, яғни ол ауруханада жұмыс жасайды. Жұмыс жасағанда біз қандай көмекші сөзді қолданамыз? At. He works at hospital. Мен таксидамын. I am in a taxi. Мен сауық кешіндемін. I am at the party. Және де газонға отырма. Газон бізде grass. Don't sit on the grass. Достар, бүгінге осы. Сіз осы көмекші сөздерді міндетті түрде жаттаңыздар, қалай қолданылатынын қараңыздар, себебі ол өте маңызды. Көрдіңіздер ме? Егер сіз мысалы in емес at көмекші сөзін қолдансаңыз, сөйлеміңіз мүлде басқа мағынаны білдіреді. Сондықтан мұқият болыңыздар. Ал келесі сабақта біз уақытпен қолданылатын көмекші сөздерді қарастыратын боламыз. Егер каналға